Қалайсыздар, қазақ елі? Кеше мен кешке ГДА сервис сайты бойынша орыс тілінде видео салған едім, бірақ біздің енді қазекеңдердің көбісі орыс тілді толық түсінбейді ғой. Сондықтан қазақ тілінде салып жатырмын. Жалпы ГДА сервис деген сайт, ол 2 жыл қатарынан жұмыс жасап келе жатқан, жаңадан ашылған мықты сайттың бірі еді. Оның спонсоры, яғни Fruitful Jobs. Яғни бұл ГДА сервис сайты, ол енді өздерінің Instagram парақшасына салғандай, жаңадан баратын, алғаш рет баратын новичоктар үшін енді жұмыс жасамаймыз деді. Олар тек қана сол Англияда жүрген, қолында британдық паспорты бар, сол елдің резиденті, және BRP украиндықтарда бар ғой ондай құжат. Сол азаматтарға арналған, солармен 2026 жылдан бастап жұмыс жасаймыз деп хабардар етті. Енді ол сайтпен осы жылы барғандар, алдыңғы жылы барғандар, егер сіздердің фермаларыңыздан шақырту келсе 2026-ға, олар сіздермен тікелей жұмыс жасай береді. Второгодниктар, третьегодниктар, оларға мәселе жоқ. Оларды фермада шақырту келсе, ары қарай жұмыс жасайды. Мәселе мынау жаңадан баратындарға ғой. Енді ол кісілермен 2026 жылдан бастап жұмыс жасамаймыз деп жатыр. Сол себепті бұл өкінішті хабар, себебі бұл сайт өте жақсы жұмыс жасап жатқан, өздерінің резерв чаттарын ашып, сол жерге адамды қосып, сол жерге вакансияны жіберіп, адамдар ойланып жатса, сол именно фермада істеп жатқан адамдардан отзыв алып, бәріне жіберіп, адамдар толық өзі вакансия таңдап алатын мүмкіндік берген сайттың бірі еді. Енді бұл сайт деген мүлдем басқа. Fruitful Jobs деп айтып жатырмыз, көбісі Fruitful Jobs жабылып қалды ма дейді. Fruitful Jobs ол спонсор, ол өзі бөлек сайт, ол өз жұмысын жалғастыра береді. Fruitful Jobs сайты қай сайттардың спонсоры? Agriature сайтының спонсоры, ГДА сервистің спонсоры, және Osredec деп аталады ғой, қазір соны бәрі Fruitful Jobs деп айтып жүрміз. Сол сайттардың спонсоры. Жалпы спонсор дегеніміз сол сайттармен тікелей жұмыс жасайды. Ертең Англияда жүрген кезде сол адамдарды тексеріске барады, солармен тікелей байланыста болады. Жалпы болашақта ферма ұнамай жатса басқа фермаға ауыстыратын спонсор ол. Ол сайт мүлдем бөлек, ол өз жұмысын жалғастырады. Мен сол сайттың спонсоры ғой, ол соны айттым ғой. Енді мынау тек қана ГДА сервис деген сайтқа қатысты. Ол сайт енді новичоктармен жұмыс жасамаймыз деп хабар бергендіктен Instagram парақшасында бұл өкінішті жағдай. Сондықтан осы видеоны сіздерге арнайы новичоктар қазақша түсіріп жатырмын. ГДА сервис деген мүлдем басқа сайт, Fruitful Jobs деген мүлдем басқа сайт. Просто Fruitful Jobs осы ГДА сервисінің үлкен спонсоры. Осыны түсініп алсаңыздар.